Саламатсыңдар ма балалар? Сауат ашу пәні сабақтың тақырыбы буын. Біз міне бүгін буынды 3-ші сабақ өтіп жатырмыз. Демек, бүгінгі сабағымыз біздің қорытынды сабақ болады. Мақсатымыз суреттер бойынша сөйлем құрай отырып, сөздерді буынға бөлуді және дыбыстық талдау жасауды үйрену. Буын туралы білімдерін қорыту. Суреттер не деп сөйлейді? Балалар, сендердің оқулықтарыңда бірінші жаттығуға назар аударамыз. Суретке қараңдар. Балалар, осы суретті біз қазір сөйлетейікші. Суретте кімді көріп тұрсыңдар? Ол не істеп жатыр? Не жасап шығарады? Ол үшін, балалар, біз мәтін құрауымыз керек. Біз еске түсірейікші, мен сендерге қосымша сабақтарда үйреткен болатынмын. Мәтін неше құрылымнан тұрады? Әрине, мәтіннің басы болады, кәне ары қарай жалғастырамыз. Ортасы болады, және соңы болады. Жарайсыңдар. Және де мәтінге балалар міндетті түрде ат қойсақ та болады. Мына суретке қандай ат қойсақ болады? Әрине, мен сендердің қазір не деп айтқандарыңды естімей тұрмын. Бірақ мен ойлаймын, сендер де менің ойыммен дөп түстіңдер. Асханада деп қойып көрейікші. Және де осы мәтіннің құрылымына қарай сөйлемдер құрайық. Мысал үшін, мәтіннің басы. Бұл кім? Бұл даяшы қыз. Оның аты кім деп ойлайсыңдар? Оның аты Айжан екен. Айжан не істемекші? Айжан борщ пісірмекші. Мінекей балалар, бұл мәтіннің қай құрылымына жатады деп ойлайсыңдар? Бұл мәтіннің басы екен. Ал енді ортасына не деп сөйлем құрасақ болады? Айжан тамақты пісірмес бұрын нелерді дайындап алды? Айжан алдымен керекті азық түліктерді дайындап алды. Олар нелер екен? Олар май, тұз, бұрыш, сәбіз, орам жапырақ, картоп екен. Мінекей балалар, біз мәтіннің қазір ортасына сөйлемдер құрадық. Ал енді соңғы қорытындыға Айжанның пісірген тағамы қандай болып пісті деп ойлайсыңдар? Айжан пісірген тамақ өте дәмді болды. Бұл мәтіннің соңы. Жарайсыңдар балалар. Қазір біз бірінші жаттығуда берілген тапсырманы жоғары деңгейде орындадық деп есептеймін. Келесі тапсырмада жұмбақ, мұқият тыңдаймыз. Жайлы, жұмсақ төсегім, домаланып өсемін. Қабат-қабат тоным бар, қалай оны шешемін. Қалай ойлайсыңдар балалар? Бұл жұмбақтың шешуі неге ұқсап тұр? Дұрыс айтасыңдар, орам жапырақ. Енді балалар, осы орам жапырақ сөзіне дыбыстық талдау жасайықшы. Кәне кім жылдам екен? Санаймыз. Барлығы неше әріп бар? Дұрыс айтасыңдар, 11 әріп. Енді осы 11 әріптің барлығы дыбыс шығарам екен? Дұрыс айтасыңдар. Демек 11 дыбыс. Ал енді неше дауысты дыбысты көріп тұрсыңдар? 5 дауысты. Неше дауыссыз? 6 дауыссыз. Неше буын бар? Балалар, неше буын бар екен анықтау ең оңай тапсырма. Өйткені неше дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Демек 5 буын бар екен. Жарайсыңдар балалар, кәне өз-өздеріңе шапалақ соғып қойсаңдар болады. Келесі тапсырма сендердің оқулықтарыңдағы 4-ші жаттығу. Өлеңді көкөністердің атын қойып оқы дейді. Балалар, мен дайын өлеңді оқимын, ал сендер өлеңдегі суреттерді көрген кезінде менімен қосылып оқысаңдар болады. Әкелді анам базардан, барлығынан тазарған. Бұрыш, бұршақ, картоп, қызылша, сәбіз, ұзынша. Ас қылатын мен асты, деп өзара таласты. Бұрыш, бұршақ, картоп, қызылша,
сәбіз ұзынша. Пышақ өткір құралды, бірі қалмай туралды. Бұрыш, бұршақ, картоп, қызылша, сәбіз ұзынша. Қазанға кеп түсті де, қайнап пісті де. Бұрыш, бұршақ, картоп, қызылша, сәбіз ұзынша. Айналды бір дәмді асқа, амалың жоқ нан басқа. Демек, осы көкөністердің арқасында өте дәмді тағам пайда болды дейді. Келесі тапсырма балалар. Осы суреттегі аты аталған көкөністерді буынға бөліп айтыңдар дейді. Қане бірінші. Бұрыш. Қалай буынға бөлеміз? Оңға және солға қолымызды шапалақтай отырып буынға бөлеміз. Бұрыш. Жарайсыңдар. Екіншісі бұршақ. Бұршақ. Картоп. Жарайсыңдар. Қызылша. Жарайсыңдар. Сәбіз. Жарайсыңдар балалар. Мен ойлаймын, сендердің де буынға бөлгендерің тура осылай болды деп. Балалар, дәптерге жұмысты орындайсыңдар. Бірінші және екінші тапсырма. Бірінші тапсырмада 5-ші жаттығуда екі сөйлемді қатесіз, өте көркем орындаймыз. Егерде сен екі сөйлемді қатесіз орындасаң, 2 балл сенікі болады. Ал екінші тапсырмада мына сөздерді буынға бөліп жазыңдар. Қарбыз, асқабақ, қауын, өрік, алмұрт, ананас, шабдалы. Мен ойлаймын, бұл жұмыс сендерге ешқандай қиындық туғызбайды деп. Балалар, сендерден өтініш, тапсырманы өте ұқыпты орындаймыз. Бүгінгі сабақты мен ережемен қорытқым келеді. Кәне балалар, бәріміз бірге. Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Жарайсыңдар балалар.